Қошева Қаракөз Серікқызы, Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ педагогикалық колледжі, қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі. Бүгінгі біздің сабағымыз бастауыш білім беру мамандығы, бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі бойынша ұйымдастырылады. Пән қазақ тілін оқыту әдістемесі. Тақырыбымыз грамматикалық жаттығулар. Бүгінгі біздің дәрісімізде қарастырылатын мәселелер ол бірінші грамматикалық жаттығулар, жаттығу түрлері және жаттығуға қойылатын талаптар. Ең бірінші жаттығу әдісі дегеніміз не? Соған назар аударайық. Ол оқушының іскерлігі мен дағдысын қалыптастыратын дамытуға бағытталған оқыту әдісі. Жаттығу әдісі қандай кезеңдерден тұрады? Бірінші, мұғалім оқушының қабылдап түсінген білімінің негізінде оларға жаттығудың мақсатын, міндетін түсіндіреді. Мұғалім жаттығудың дұрыс орындалуын көрсетеді. Алғашқы игерген білімін оқушы тәжірибеде пайдаланады. Оқушылардың алған дағдысын тәжірибеде өз бетімен қолдана білуі іске асады. Жалпы қазақ тілін оқыту әдістемесінде грамматиканың жаттығулардың түрлері берілген. Атап айтсақ, фонетикалық, лексикалық, морфологиялық және синтаксис. Бастауыш сынып оқулығында қазақ тілі пәні бойынша бірнеше жаттығулар берілген. Яғни жаттығулар шартына, мазмұнына, тақырыбына байланысты ажыратылады. Енді осы жаттығуларды бастауыш сыныпта ұйымдастыру үшін бірнеше талаптар қойылады. Қазір мен сіздерді таныстырып өтемін. Бірінші талап. Белгілі бір жаттығуларды орындау үшін оқушылардың сол жаттығуларды орындарлық білімі болуы керек. Екінші талап. Оқушылар жаттығуды не үшін орындайтыны, оның қандай пайдасы бар екеніне түсінсе, оны саналы түрде орындайды. Үшінші талап. Мұғалім жаттығу орындатқанда оқушылардың қызығушылығын арттыруы тиіс. Ол үшін жаттығу түрлендіріліп берілуі шарт. Өйткені бір сарынды жаттығу оқушының белсенділігін нашарлатады. Келесі талап. Жаттығу кездейсоқ болмай, бір жүйемен орындалып отыруы керек. Бір жаттығу ұзақ уақытқа созылмауы тиіс. Шығармашылық жаттығулар көп болу, яғни қазақ тілі сабағында біз тақырыпқа сәйкес жаттығуларды ұйымдастырамыз, сонымен қатар шығармашылық жаттығуларды да ұйымдастыруға болады. Әр жаттығу оқушы еңбегінің нәтижесін көрсетіп отыруға тиіс. Жаттығу жұмыстарының барысында оқушылардың оқудан алған білімдері бекіп, өз беттерімен жұмыс жасап дағдылары қалыптасады, яғни зейін қойып тыңдай білу, жатқа жаза білу, белгілі бір жоспар бойынша сөздерді сөз құрамына, сөз табына, сөйлем мүшелеріне талдау, сұрақ қоя білу, қажетті деректерді оқулықтан, сөздіктен таба білу. Міне осы жаңағы берілген жаттығуға қойылатын талаптарды әрбірін біз жақсы біліп меңгеруіміз қажет. Бастауыш сыныпта сіздер білесіздер, 2-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін қазақ тілі пәні жүргізіледі. Міне алдарыңызда қазақ тілі оқулығы тұр 2-ші сыныптың 1-ші бөлімі. Сонымен қатар мектепте, яғни сіздер қазақ тілінің оқыту әдістемесі қоса беріледі, яғни мұғалімге арналған әдістемелік құрал. Бұл әдістемелік құралдың ішінде барлық 490-ға арналған сабақ жоспарлары көрсетіледі. Енді осы алдарыңызда тұрған қазақ тілі оқулығының ішінде бірнеше жаттығулар кездеседі. Мысалы, сабақты ұйымдастырмас бұрын біз ең бірінші топты алтын ережемен таныстырамыз. Мысалы, уақытты үнемді пайдалану, бір-бірімізді тыңдау, біреудің пікірін бағалау, әркімнің пікірі құнды. Яғни сабақты бастамас бұрын әр топ сынып өздерінің жаңағы алтын ережесін құрастырады.
Келесі жаңағы оқулықта көрсетіп кеткендей, әрбір оқулықтың ішінде бірнеше тақырыпқа сәйкес жаттығулар бар. Біз бана айтып өттік, жаттығулар жаңағы мазмұнына қарай, шартына қарай және тақырыбына қарай ажыратылады деп. Міне қарап отырсаңыздар, бізге бір жаттығудың үлгісі берілген. Оқиық. Мына сөздердің ішінен зат есімді, сын есімді, етістікті табыңдар. Мысалы, 3 топқа тапсырманы беруге болады. Бірінші топ зат есім, екінші топ сын есім, үшінші топ етістік. Келді, көз, қызыл, домбыра, бастады, ақылды, сары, мысық, ойлады, қоңыр, үтік, көгілдір, аспан, жылады, оқушылар, үлкендеу, үйлер, жүргізеді, сүйкімді, доп. Міне осы берілген сөздердің ішінен әр топ өзіне қатысты сөздерді теріп жазады. Міне осындай жаттығу үлгілерін беруге болады. Ол бізде морфологиялық жаттығулар болады. Өйткені морфологиялық жаттығулар өз ішінен екіге бөлінеді. Сөз таптарына байланысты жаттығулар, сонымен қатар сөз тұлғасына байланысты жаттығулар. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде оқу құралдары берілген: қарындаш, қалам, өшіргіш, сөмке, сызғыш, кітап және дәптер. Оқушыларға мынандай жаттығу үлгісін ұсынуға болады. Осы сөздердің ішінен екі сөзді өздерінің дәптерге жазып, яғни фонетикалық талдау жасатуға болады. Яғни ол бізде фонетикалық жаттығуға жатады. Келесі жаттығудың бір түрі көп нүктенің орнына екінші бағандағы етістіктің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Әсет фломастермен сурет салды, ақын өлең жазады, дәрігер балаларды емдеді, оқушы есеп шығарды, пеш үстіндегі сүт, мысалы, пісті. Яғни бұл жерде балалар өздерінің тиісті сөздерін қойып, сөйлемдерді көшіріп жазады. Бұл жаттығуда біздің жаңағы морфологиялық жаттығудың ішіндегі сөз таптарына байланысты жаттығуға жатады. Келесі тапсырма, мысалы, мынандай жаттығулар болуы мүмкін. Жай сөйлемді құрмалас сөйлемге айналдыр. Күн ұзарды, түн қысқарды. Қыс түсті, төңіректі түгел қар басты. Жер көгерді, мал өріске шықты. Міне бұл жерде шартын көріп тұрсыздар, қандай тапсырма берілген. Оқушылар дәптерге осы жаттығуды орындайды. Бұл жаттығу біздің жаңағы синтаксистік жаттығудың түріне жатады. Яғни оқушылар өздері дәптерлеріне таза әдемі етіп орындайды. Енді біздің бүгінгі жаңағы тақырыбымыз бойынша сіздерге мынандай тапсырма. Оқушыларға грамматикадан саналы білім беріп, қажетті дағды қалыптастыруда жаттығу жұмыстарының маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап дайындайсыздар. Екінші, жаттығудың қандай түрлері бар? Жаттығудың әр түріне сипаттама беріңіз. Жаттығу жұмыстарына қандай талаптар қойылады? Міне осы сұрақтарға сіздер дәптерге жауап жазасыздар. Сонымен қатар үйге тапсырма. Қазақ тілі оқулығы 1-ші бөлімнен 19-шы жаттығу 49-шы беттегі жаңағы тапсырманы орындап, практика жүзінде орындайсыздар. Біздің бүгінгі грамматикалық жаттығуларға арналған дәрісіміз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.